Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы импортталатын өнімдерді сертификаттаудың құқықтық және нормативтік негізі. Сабағымыздың жоспары өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі, импортталатын өнімнің сертификатталуы, сертификаттау жөніндегі заңда қаралған импорттық өнімдерді кірісуді реттеудің құқықтық негіздері. Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің талаптары бойынша өнімнің қызметтің сапасын сертификаттау тек аккредитация зертханаларында өткізілуі тиіс. Өнімді сертификаттау барысында барлық орындалатын төлем ақысы өтініш берушінің мойнына жүктеледі. Соңғысы сәйкестікті растау орталықтары мен өндіруші, яғни өтініш беруші арасындағы қарастырылған келісім шартта айқындалуы тиіс және сертификаттаудың нәтижесіне байланысты болмауы тиіс. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің норматив құжаттарының талаптары бойынша өнімді сертификаттаудың мынадай ережелері болады. Өнімді сертификаттау өндірушінің өтініші, сертификаттау органының өтінішті қарастыруы, сертификат орталығы мен өтінуші арасындағы келісім шартты дайындау, оны бекіту, өндіруші мен сынақ схемасын келісу, өнімнің үлгісін алу, ұсынылған үлгі бойынша сәйкестік сертификаттау орталығына сараптама жүргізу. Өндіріс орнының талаптарға сай сертификаттау, яғни келісілген схема бойынша сертификаттау орталығы өнімге сертификат беру жайлы шешім қабылдауы, берілмесе себебі түсіндірілуі керек. Сертификат сәйкестігін беру және оны Қазақстан Республикасының мемлекеттік сәйкестік растау жөніндегі реестрге тіркеу, сертификатталған өнімге сәйкестік белгісін беру, оны таңбалау, яғни маркировка жұмыстары, өнімнің сапасы мен сертификат сәйкестігінің тұрақтылығына инспекциялық бақылау жүргізіп отыру, яғни схема бойынша. Импортталатын өнімнің сертификаттауы, яғни сертификаттауы тек отандық өнімдерді ғана емес, сонымен қатар импортталатын өнімдердің адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Импортталатын өнімнің сертификатталуының өзектілігі, яғни республикамыздың нарығында импортты тауардың үлесі көп болуымен де байланысты. Яғни Қазақстан Республикасының территориясына кіргізілетін өнім тек кедендік тексерістен өтіп қоймай, егер міндетті сертификаттауға жататын болса, онда бұл өнім сертификаттаудан өтеді. Импортталатын өнімнің сертификатталуының тәртібі мен процедуралары, яғни Қазақстан Республикасының стандарты 309-97 пен белгіленеді. Импортталатын өнім келесі жолдармен сертификатталады. Шетелдік сәйкестік сертификатын қабылдау, сертификат берген ұйымның куәландыратын шетелдік сертификатын, яғни сәйкестік сертификатын көшірмесін қабылдау. Импортталатын өнімнің сертификаты. Импорттық өнімге сертификатты рәсімдеу кезінде таңбалау процедурасы өткізу мүмкін. Яғни белгілі шарттар бар болғанда шетелдік сертификаттың негізінде қазақстандық сертификатты беру, сертификатты рәсімдеу мерзімдері және құны әрбір тапсырыс беруші үшін жеке есептеледі. Есептеушілер бойынша, яғни сондай-ақ құжатты беру бойынша жұмыстарды сәйкес аккредиттеу саласы бар сертификаттау жөніндегі орталық жүргізеді. Өнімді сынау кезінде анықталатын көрсеткіштер 3 топқа бөлінеді. Сәйкестендіру мақсатында анықталатын көрсеткіштер қауіпсіздікті және міндетті сертификаттау үшін қолайлайтын басқа да талаптарды куәландыру қажет. Яғни ерікті сертификаттау үшін анықталатын аталғаннан басқа көрсеткіштер. Сертификаттау жөніндегі жұмыстарды жүргізумен байланысты барлық шығындарды жұмыстың нәтижесіне байланыссыз өтінушісіз өтпейді. Бұл үшін өтінуші және сертификаттау жөніндегі орган арасында келісім шарт жасалады. Сертификаттау жөніндегі орган өз кезегінде сертификаттау жұмыстарын жүргізуге өзі тартқан ұйымдардың шығындарын өтейді келісім шарт бойынша. Импортталатын өнімді сертификаттау, яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарты импортталатын өніміне қатысты келесі процедуралар анықталған. Келісімге қатысушы ТМД елдерімен берілген сәйкестік сертификаттарын танылуы, яғни шетелдік сертификаттау органдарымен берілген Қазақстан Республикасының мем стандарты мен аккредиттелген шетелдік сертификаттардың танылуы. Келісімге қатысушы ТМД елдерімен бірге сертификаттар көшірмелерінің сертификаты берген сертификаттау органымен немесе сертификаттық қолдаушыны болып табылатын
фирмамен қойландыратын келісімнің танылуы. Яғни, өнімнің Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесі белгіленген талаптарға сәйкес сертификатталуы. Сонымен, импортталатын өнімді сертификаттау импортқа шығаратын елмен, яғни сәйкес келісім бар болғанда шетелдік сертификаттың танылуы жолымен немесе импортталатын өнімнің берілген түріне таралатын Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарына сәйкестікке өнім үлгілеріне сертификаттық сынау жүргізу жолымен жүргізілуі мүмкін. Яғни Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау туралы және өнімдері мен қызметті сертификаттау жөніндегі заңдары импорттық тұтыну өнімдерінің қауіпсіздігін бақылау жүйесін дайындау және қолдануға құқықтық негіз жасап берді. Тамақ өнімдерін сертификаттау жөніндегі заңында импорттық тамақ өнімдерін әкелуді реттейтін мынадай құқықтық негіздер қаралған. Қоршаған, яғни қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі заңына сәйкес экологиялық талаптар қоршаған ортаға зиян, яғни келтірудің алдын алу, адам денсаулығына және гигиена қорына қауіпсіздігі үшін жаңа белгіленеді және жаңа техникаға технология, материалдар, заттар және басқа да тамақ өнімдерінде стандарттарында көрсетіледі. Айрықша көңіл бөлінетіні қауіпті әрі зиянды заттардың шектеулі рұқсат шамасының нормаларының сақталуы, олардың ішінде зиянды заттар концентрациясы, зиянды заттардың ауаға тарауы, шу деңгейі, тербелістер, магнитник поле және басқа да тағы басқа әртүрлі талаптар қойылады. Яғни атап өту керек, экологиялық қауіпсіздік шаралары көбіне ISO 14000, яғни халықаралық стандарттармен реттеледі. Қазақстан Республикасында бұл стандарттарды нормативтік құжаттар пайдалануға кеңінен қолданылады. Сонымен қатар, яғни қоршаған ортаны дайындау немесе жақсарту жөніндегі аймақтық жобаларды әзірлегенде қолдану жұмыстары жүріп жатыр.